кетті. Мына 8 шақырым мына финишный прямой дейді ғой. Содан бастап есептеледі. Содан бастап есептеледі. Бірінші 100 метр. Бұл Алматы кезеңі, 3-ші кезең Қазақстан чемпионатының әр бұған дейінгі жүйріктерді естеріңізге салып отырайық, және осы жарыстың жобалдық қандай жүйріктердің осы Құнанбай кеніште қайсы фаворит болуы мүмкін деп. Міне, сондай-ақ мынау белгілі бапкерлер Ғалымжан Нұрбаевтердің де оза шабуы мүмкін екенін айтып отыр. Демек күтейік қазір. Аға, бұл бұлайдан танымаймыз. Бәйгеге әлі бой үйретпеген, Жоқ, бой үйретпегенде бұлар жаңа қатысушылар енді. Біз біріншіден мысалға қай ат келеді-ау деген кезде атты баптайтын бапкер ғой. Бапкерміз. Мынау аттың келуіне мысалы тікелей ат таңдайды, аттың егесі бапкер таңдайды, аттың егесі жалақысын төлейді. Ат иесінің біріне бір сабақтас дүние ғой сонда. Ауыр дүние ғой, бұл қиын. Біз кәдімгі жұмыста 8-9-да бар, салтта қайтып келеміз. Қазір бұл 8-ші нөмірдегі король өткен жолда қатысқан Мұрат Өсербаевтың Рыскелдиев Дамир Артықбаев Мұраттың шәкірті болып есептеледі. Өте тамаша. Жанқойлықтар әулетінің мойны оза шапқан ешкім жоқ, бірақ байқауымызша мына корольдің басына айтарлықтай тежеп келе жатыр. Иә. Мына 500 метр қалды, иә? Бәрекелді. Өте жақсы, дегенмен король күлтегін білмеймін енді. Жете алмайды-ау. Екіншінің өзі де жаман олжа емес қой, былай. Өте жақсы. Біз негізгі фавориттерді анықтап қойдық, король мен күлтегін. Ал қазір шық болатын сияқты. Дегенмен король сәл шабандап қалды ғой. Жете алмайды. Мәреге жақындаған. Бірінші рет түсіп тұр бәйге. Сонымен король бірінші болған сияқты.